Сәлем достар, бүгін сіздермен Айгерім, каналыма қош келдіңіздер. Дастарханның көркінін келтіретін құймақтан қоржындар жасайтын боламыз. Менімен бірге соңына дейін болып, видеоны толықтай көріп шығыңыздар. Және де каналыма тіркеліп, пікір, лайк қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар тауықтың еті және шампиньон, осылай сыртына ашып аласыздар. Бір пияз, бір сәбіз және көк пияз керек, тұз, бұрыш, сұйық май. Ең алдымен тауықты ұзынша соломка сияқты турап аласыздар. Бізге тауықтың филесінің жартысы да жетеді. Осылай барлығын турап аласыздар. Шампиньонды да ұзынша етіп турап аласыздар. Және айта кететін, шампиньонның сыртын ашисыздар. Жууға болмайды. Бұлар өйткені губка сияқты болады, суды өзіне сіңіріп алады. Сондықтан шампиньонның сыртын ашырған дұрыс. Барлығын алдын ала дайындап турап аласыз. Терканың осындай тұсынан сәбізді өткізіп аламыз. Міндетті түрде сәбізді қосыңыздар, өйткені ерекше дәм беріп тұрады. Пиязымызды турап аламыз. Пиязды турағанда өте майда қылып тураңыздар. Бір пияз турасаңыздар да жетеді. Кішкене дәм келтіріп тұру үшін. Барлығын толықтай турап алдық. Енді қызып тұрған табамызға майды құйып, ең бірінші тауықты қуырып алатын боламыз. Тауықты жақсылап араластырып қуырасыздар. Барлығын содан кейін кезекпен сала береміз. Пиязды саламыз. Пиязды қызарғанша қуырасыздар. Теркадан өткізілген сәбізді саламыз. Әрине жақсылап араластырасыз, қуырасыздар. Үстіне тұз, бұрышымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Тұз, бұрыш салғаннан кейін шампиньонымызды салып, жақсылап қуырамыз. Толықтай қуырылу керек. Қуырылғаннан кейін мінеке осындай түсте болады. Кішкене шампиньонымыз басылып, одан кейін үстіне суды құясыздар. Тек бетін жабатындай қылып құясыздар. 20 минуттай пісіріп аламыз. Мінеке начинкасы дайын болды. Мен алдын ала құймақты пісіріп қойғам, рецебім YouTube каналымда бар, сол рецептпен жасап көріңіздер. Осылай начинкасының ортасына саламыз, 1-1,5 қасықтай. Және де осына көк пияз болады, көк пиязды үзіп алып, осымен байлайтын боламыз. Мінеке видеода көріп тұрғандай осылай жинайсыздар. Қоржын сияқты формада болады. Мінеке өте әдемі. Осыны көк пиязбен байлайсыздар. Көк пияздың артық ұзыншасын бөліп үзіп тастасаңыздар болады. Қатты салбырап тұрғанда әдемі көрінбейді. Керек емес жерлерін осылай алып тастайсыздар. Барлығын осылай жасап шығасыздар. Мен сіздерге 2-3-еуін көрсетемін. Өте керемет дастарханға қойғанға, дастарханның сәнін ашатын және қонақтарыңыз өте қызығатын болады. Өйткені ішінде не бар екені оларға қызық болады. Сырты да керемет. Бұл қоржындарды сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтын болады. Менің рецептім сіздерге ұнаса, каналыма тіркеліп, комментарий, лайк қалдыруды ұмытпаңыздар.